Бүгінгі біздің тақырыбымыз ас қорыту жүйесінің ағзалары. Ас қорыту жүйесі система дигесториум тағамдық заттардың механикалық және химиялық өңдеп, тағамдық өңделген бөлігін сіңіріп, өңделмеген бөліктерін сыртқа шығару қызметтерін атқарады. Ағзалардың кешені болып табылады. Бұлар адамдар мен жануарларда ас қорыту жолының құрылысы эволюция барысында түрліше формада дамыған. Негізі ас қорыту жолының ұзындығы 8-10 метр. Ол ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, асқазан, аш-ішек және тоқ-ішек бөлімдерге бөлінеді. Тіршілік ету қалпы мен өмір сүру қоректенуіне қарай ас қорыту жүйесі әртүрлі бөліктерге бөлінеді және де түрліше дамиды. Бұлардың ең басты қызметтері тағамды механикалық және химиялық тұрғыда ыдыратып, қоректену қызметтерін атқарады. Негізінен ас қорыту жүйесінің негізгі бөліктері ол ішек жатады. Ол эндотермальды бастапқы ішек негізінен 3 бөлікке бөлінеді. Алдыңғы бөлім алдыңғы ішектен басталса, одан ауыз қуысы, артқы бөлігі жұтқыншақ, өңеш, асқазан, 12 ішектің алдыңғы бөлігінен дамиды. Ортаңғы бөлігі аш ішектің ортаңғы бөлігі және де жіңішке ішекке айналып дамиды. Үшіншісі сыртқы бөлім артқы ішек деп аталады. Одан тоқ ішек дамиды. Ас қорыту жолының жекеленген бөліктері әртүрлі қызметтеріне қарай бірінші ішектің 3 қабықшасының шырышты бұлшықетті және дәнекер ерітінді құрылысы ас қорыту түтігінің түрліше бөлімдерінде әркелкі болып дамиды. Ауыз қуысы cavities oris 2 бөлімге бөлінеді. Ауыз алды vestibulum oris және меншікті ауыз қуысы cavities oris propori. Ауыз алды және де еріндер мен жақтаулар болады. Ауыз қуысының құрамы тіл мен тістер, бадамшалар және де ауыз қуысының сілекей бездерінен тұрады. Таңдай палатум құрылысы мен атқаратын қызметіне қарай сүйектік таңдай немесе қатты таңдай болып табылады. Негізінен сүйектік таңдай және де оның жұмсақ таңдайдың бұлшықеттері болады. Жұмсақ таңдайдың бұлшықеттері таңдай пердесін көтеруші бұлшықеттері. Таңдай пердесін көтеретін бұлшықеттері musculus levator veli palatini деп аталады. Таңдай пердесіне кіретін бұлшықет musculus tensor veli palatini деп аталады. Бұл есту түтігінің шеміршектік бөлігінен басталып, төмен бағытталған сына тәрізді сүйектің медиалды табақшасымен байланыс орнатады. Таңдайдың негізгі қызметтері бұл тағамды ішкі бөлікке қарай өткізу болып табылады. Тіл, лингва, бұлшықетті мүше. Ол ауыз қуысының төменгі қабырғасына жақын тіл асты безі, гландула сублингуалис пен жақ тіл астылық бұлшықет musculus melachoidis'ның үстінде орналасқан. Тілдің шырышты қабығының бүртікшелері болады. Негізі 4 бүртікшеден тұрады. Тілдің жіп тәрізді және конус тәрізді бүртіктері және екіншісі саңырау құлақ тәрізді бүртіктері, үшіншісі науашық тәрізді бүртікшелері, төртінші жапырақ тәрізді бүртіктерден тұрады және де бұлар тұзды, дәмді, тәтті сезімдерді қабылдау қызметтерін атқарады. Тістер, дентист, шырышты қабықшамен тамақты механикалық өңдеуге арналған сүйектенген өсінділер болып табылады. Филогенез жағынан тістер шақ сүйектердің жиегінен өсіп, бұл жерде жаңа қызметке ие болады. Балық қабыршақтарынан пайда болады. Тістер негізінен алмасуына байланысты кейде 3 ретке дейін алмасады. 100 жасқа келген еркектердің тістері 3-ші рет ауысуы байқалған және де тістердің талғаусыз қоректенулерге жататын адамда осы тістердің барлық түрлері сақталған. Алайда ұстап алу қызметінен жақтардың қолға ауысуына байланысты олардың жақ сүйектері кішірейіп тістердің саны азаюын байқаймыз. Жаңа дүниеге келген балаларда тістердің дамуы негізінен адам тістері ұрық дамуының 7-ші аптасынан бастап дамиды. Осы кезде болашақ және жоғары төменгі жақ сүйектердің ұяшықты өсінділер аймағында ауыз қуысын қаптайтын эпителийдің қалыңдаған жері пайда болады. Ол доға тәрізді табықша түрінде астыңғы жақтан мезенхимадан бітісе өсе бастайды. Көп ұзамай бұл эпителий қабықшасы тереңге қарай өсуін жалғастыра беріп, ұзынша бойымен бірін-бірінен тік бұрыш жасап орналасқан 2 табақшаға бөлінеді. Ауыз қуысы бездері. Ауыз қуысы негізінен ұшып үлкен сілекей бездерінің шығару өзектері төменгі жағасты және тіл асты шығару өзектеріне ашылады. Сонымен қатар ауыздың кілегей қабықшасында көптеген ұсақ бездер бар. Олардың орналасуына қалай? Гландула либиалис, бисиалис, палантина, лингуалис деп аталынады. Бөліп шығаратын секретін сипатына қарай бездер сірлі, шырышты, аралас деп бөлінеді. Үш үлкен сілекей бездер гландула саливалис едәуір үлкейіп, шырышты қабықшаның шегінен шығып, шығару өзектері арқылы ауыз қуысымен байланысын сақтайды. Бұған мына бездер жатады. Гландула паротидае.
бұл шықшыт безі сірлі типті ең үлкен сілекей безі болып табылады. Бұның ұзындығы 5-6 см көлемінде болады. Шықшыт безі құрылысы жағынан күрделі альвеолды без болып табылады. Төменгі жақ сүйек безі мускулус гландула субмандибуларис деп аталады. Аралас типті без болып табылады. Бұл негізінен жоғарғы ашылатын шығару өзегі болады. Дуктус мандибуларис деп аталады. Тіл асты безі гландула сублингуалис шырышты типтегі құрылысы жағынан күрделі альвеолды түтікті болып табылады. Бұл негізгі тіл асты безінің негізгі өзегі дуктус сублингуалис майор төменгі жақ асты безінің өзегімен қатарласа өтіп, не онымен ортақ тесік арқылы, не дәл соның қасынан ашылады. Ауыз қуысының бездері негізінен ас қорытуға бірден-бір қатысатын болып табылады. Жұтқыншақ фаринкс ас қорыту түтігімен тыныс алу жолдарының бір жағынан мұрын мен ауыз қуысының, екінші жағынан өңеш пен көмейдің арасында байланыстырушы буын болып табылады. Ол бас сүйек негізінің 6-7 мойын омыртқасына дейін созылады. Жұтқыншақтың ішкі кеңістік жұтқыншақ қуысы кавита фарингис құрайды. Жұтқыншақ мұрын мен ауыз қуыстары және де көмейдің артында, шүйде мен ортаңғы жоғарғы мойын омыртқаларының базилярлы бөлігінің алдыңғында орналасады. Жұтқыншақтың алға қарай орналасқан ағзаларға сәйкес оны 3 бөлікке бөледі: парс насалис, парс оралис және де парс ларингея. Жұтқыншақтың бас сүйек негізінде жанасса жатқан жоғарғы қабырғасы күмбез форникс фарингис деп аталынады.